Біз егіс даласына келгенде, комбайн артынан сабандық сырып, тұмсығынан қызыл алтын бидай төгіп, қанатын қалың егіске жайған көк құран жақындай берді. Біз қарсы алғанға ол тоқтамай өте берді. Комбайнның басқышынан жоғары шыққанда, рульді басқарып тұрған тапал сары жігіт бізді қарсы алды. Ол мені танып қолын беріп, көзіндегі жалпақ қара көзілдірігін маңдайына көтеріп қойды да маған тіке қарап, «Жолыңыз болсын, жолдас», деді. Талпақ екенін таныдым. Әнеугі көргендегі сыртқы түрінің бірі жоқ. Үстінде қоңыр бомбазиден тіккен күртке, шалбары да сондай ықшамды. Күрте көйлегін шалбарланып алған. Үсті басы, бет-аузы, қасын, кірпігін шам басқан. Талпақ маған «Жолыңыз болсын, жолдас» дегеннен басқа тіл қатқан жоқ. Өз жұмысын істей берді. Бір қолмен мотордың рулін басқарып қояды. Екі көзімен комбайнның барлық қозғалысын болжап, көзін көбінесе төмендегі көсіліп жатқан шалғыдан аудармай тұрғандай. Жалғыз ол ғана емес, шалғы бұрқыратып кескен сабақты барабанға айдап, жеткізетін айналып тұрған палан оны. Бұрқыратып соғып шығарып жатқан барабанды, төменде моторды, алда сүйреп бара жатқан тракторлардың жүрісін, барлық машина аппаратын істеп келе жатқан қозғалысын тегіс көзбен көріп, дыбыстарын құлақпен тыңдап басқарып тұр. Талдырмаштау келген қара жігіт комбайнның бір үстіне шығады, бір жерге түседі. Біресе қанатына жабысады, шалғысын көреді. Шалғының тісіне іліккен көк қақпақты көз ілестірмей жұлып алады. Біресе барабанның жоғарғы аузына, біресе артқы сабан таспайтын жерден үңіліп қарайды. Комбайнның асты үстіне түсіп, ұшып қонып жүрген бір жан. Біз жүріп келе жатқан комбайнның дірілдеп, екпіндеп қозғалған қозғалысынан қалтырап, басқыштан әзер шыққан едік. Мынау талдырмаш қара жігіт, басқышы былай тұрсын, комбайнның көлденең темірлері, қанаты, трубасы тағы басқа жерлеріне жай теп-тегіс жердей басып, комбайнның айналасында шауып жүр. Ішімнен, апырай, аяғы неғып тайып кетпейді деп ойлаймын. Комбайн зырылдап айналып келеді. 3-4 метрде жердегі қалың егіс қырқылып, полотноның айдауымен барабанға кіріп жоқ болып келеді. Жоғарғы тұмсықтың тап-таза қызыл бидай сауырлап тұр. Машинаның барлық тетігі тоқтаусыз зырылдауда. Комбайнның оны басқарған адамның ісі айызды қандырып, па шіркін деп разы болып тұрмын. Егістің екінші жағына айналып шыққанда, екі пар өгіз бен үлкен жәшікті арбалы бір әйел мен бір еркек комбайнмен қатарласа берді. Арба қатарласа бергенде комбайн тоқтады да, жәшікті арбаға аққудың мойныңдай тұмсығынан қызыл бидайды лақылдатып ағыза берді. Біз жерге түсіп бидайды уыстап көріп тұрмыз. Бидай тап-таза маржандай. Оң жағымызда 100 саржандай жерде 4 дөңгелекті вагонше балаған тұрды. Сол вагоншенің жанынан бір әйел жүгіріп шықты да, қоңырауды сылдырлатып, жіңішке дауысымен «Түскі тамаққа» деп айғай салды. Талпақ комбайнның үстінен түсті де балағанға қарай аяндады. Біз де балағанға келдік. Талпақ алдымен үстіндегі күрткесін шешіп жуынуға кірісті. Бетін сүртіп, біздің жанымызға келгенде, «Ал, Талпақ, мына жолдасқа әңгімеңді айта бер», деді директор трубкесін сорып қойып, бетін сүртіп болып. «Не айтесіз бұл жолдасқа?» деп Талпақ директорға қарады. «Сенімен әңгімелесемін деп келді. Комбайнды тоқтаусыз жүргізген өнерінді айт. Мен ана бригадирлерге барамын», деп директор мәшинесіне қарай бұрылды. Біз сабаның үстіне төселген алашаның үстіне отырдық. Сол минутінде-ақ ас пісіруші әйел Талпақтың алдына бір тәрелке нан мен ішінде 2 кесек еті бар, кеспе нан салған сорпа келіп қойды. Мен тамағын ішсін деген оймен біразға дейін үндемей отырдым. Менің 2 көзім комбайнда болды. Талпақтың көмекшісі талдырмаш қара жігіт тамаққа келген жоқ. Комбайнның айналасында жүр. Қолында комбайнның қозғалатын тетіктеріне май жіберетін құрал. Ішіне автол толтырып алған насос. Талдырмаш қара жігіт көзіндегі жалпақ көзілдірігін маңдайына көтеріп қойып, қолындағы насоспен автолды комбайнның майланатын тетіктеріне жіберіп жүр. Біресе комбайнның астына шалқасынан жатып, біресе қырын тұрып, біресе кішкене доңғалақтарға асылып, басын, аяғын салбыратып жіберіп, біресе барабанның ішіне бар денесімен кіріп кетіп майлап жүр. Қимылына көз ілеспейді, сонда епті. Менің көзіме талдырмаш қара жігіттің денесі сүйек, буын жоқ, резеңке сияқты болып көрінді.
Оның денесі комбайнның шынжырына оралды. Доңғалақтары мен доңғалақ болды. Кішкене тесіктерге оның денесі, қол-аяғы сыйып кетеді. 3 метрдей биік комбайнның басқаша жоқ жерінен бірақ ырғайды. Екі көзім сонда, таңырқап отырмын. Әлден уақытта Талпаққа қарадым. Талпақ тамағын ішіп болуға жақындаған екен. Ана жолдасың тамақ ішпей ме, дедім. Талпақ алдыңда жатқан ақ орамалмен аузын сүртті де. Мен ішіп болып комбайнды жүргізіп кеткен соң келіп ішеді. Екеуміз бірдей тамаққа отырған соң машина майланбай тұрады. Онан соң майлауға бірсыпыра уақыт өтеді ғой, деді. Комбайнды майлап жүрген талдырмаш қара жігітке көз жіберіп азырақ тұрдым да. Апырай, өзі епті жігіт екен, қашаннан комбайнер болып жүр, деп Талпаққа қарап. Жолдас, жігітіңіз не? Ол менің әйелім Үрқия, деді ыржиып күліп Талпақ. Мұнда ұялмаспын. Бетім қызарды білем, ұялғанымды білдірмей. Әйелі екенің бет-аузынан, кескіннен айыра алмағаным, жолдасының бет-аузы шандақ, сыртқы киімнен айыратын ешбір белгісі жоқ қой, дедім. Өйткені Үрқияның үстінде, Талпақтың үстіндегідей қоңыр бомбазиден тіккен күртемен шалбары бар еді. Уақасы жоқ, деп Талпақ қолын сүртті. Сол кезде ас пісіруші әйел Талпақтың алдына үлкен бір кружка сүт әкеп қойып, тәрелкелерді жинап алып кетті. Уақытты бос өткізбей Талпақтан комбайнның жайын сұрай бастадым. Ол сұрағандарға жауап берді, айтып отыр. Комбайнерлердің бірсыпырасы 10 шақты гектардан артық жинай алмайды. Сен сияқты үздіктері 20 гектар, тіпті одан да артық жинайды. Оның мәнісі қалай, дедім. Талпақ түжіркесінен төс қалтасынан папиросты алып, тұтатып бірер қабат сорды да. Алдымен өзің иемденген машинаның бір тетігін жақсы білуде, оны білуге шын көңілді қоюда. Онан соң шын ынтамен жұмыстың өнімді болуы үшін бар күшіңді, өнеріңді салып ерінбей істеуде. Ал енді комбайн туралы келсек, оны жүргізуші комбайнерлер комбайнды жақсы меңгере білу керек. Комбайнның артық жинауында меніңше таңданарлық еш керемет жоқ. Жер жүзіне таң сәулесі түскеннен соң, кешкі сәулесі таусылып қараңғы болғанша ешбір тоқтатпай жүргізе білуде, және комбайнды сүйреп отырған тракторшы да өте жақсы болу керек. Онымен қатар басшы комбайнер өзінің комбайнын ғана біліп тұрмай, трактор мен тракторшыны да басқарып отыру керек. Комбайнерлердің бірсыпырасының трактор мен тракторшыда жұмысы болмағандықтан, тракторы тоқтап қалып, не тракторды дұрыстап жүргізе алмай, егізге комбайнның шалғысынан жартысын ғана, не артық сұғындырып жіберіп, атжал қалдырып отыратын тракторшылар болады. Ал атжал қалдырмай комбайн шалғысын ылғи сағалатып тоқтаусыз жүргізіп отырса, жұмыс өнімді болатын өзіңіз де білетін шығарсыз, деп маған Талпақ бір қарап қойды. Дұрыс айтасың, Талпақ, ал комбайн қайткенде тоқтаусыз жүреді, дедім. Комбайнның әрбір тетіктерінің жайын, қозғалысын, қаншаға шейін жұмыс істейтінін күн бұрын біліп, алдын ала оны түзетіп, ауыстырып отыру керек. Сонда тоқтаусыз жүреді, деп Талпақ комбайнның бөлшектерінің қасиеттерін айтып отыр. Мен тыңдап отырмын. Менің алдында кешегі бұзау баққан, келдегін сүйретіп, ауылдық орындаушы болып, ауылдан ауылға таяу жүгірген, үсті басы дал-дұл, надан Талпақ, білімпаз инженер, техниканың инженері, ауыр машина комбайнның инженері болып маған түсіндіріп отыр. Мен одан сабақ алған адамдай, я деп оның сөзін бәрін таңырқап тыңдап отырмын. Ішімнен, бұл адамның өскені, дедім. Тағы да Талпақ сөзін бастап, комбайнның жақсы жұмыс істеуіне комбайнмен шабатын егін алаптарын күн бұрын дайындау керек. Бір учаскеден екінші учаскеге көшкенде түнде көшіп, комбайн күндізгі жарық күнді түгелде пайдалану керек. Қысқаша айтқанда, комбайнның үздіксіз жүруіне осындай жағдайлар керек, деп Талпақ тұрып кеңе бастады.